Үй жағдайында осындай дәмді финики шоколады дайындағыңыз келсе, менің видеомды соңына дейін қарап кетіңіздер. Ең әуелі финики мен грек жаңғақтарын әбден суға жуып, осылай қағаздың бетіне салып, жақсылап кептіріп аламыз. Сосын барып ортасын пышақпен тіліп, ішіндегі дәнегін алып тастап, ортасына орех салып, осылай қатты басып дайындап қоямыз бәрін. Осылай дайын болады. Сосын кез келген молочный шоколадтарды пайдалануға болады. Және бетіне әсемдік үшін ақ шоколад алдым. Осылардың бәрін бір ыдысқа бәрін бөліп салып, үстіне бір шай қасық сұйық майды қосып, водяной баняға ерітіп аламыз. Ерігеннен кейін осындай спашкаға шоколадты финикімізді тығып, рет-ретімен противенге қойып шығамыз. Және үстіне осындай кокосовый стружканы себеміз. Әртүрлі дизайнды жасауға болады. Екіншісіне мен осындай посыпка себем. Орех та болады себуге. Осылай бәрін дайындап қойдым. Сосын осыны морозкаға жібердім, кішкене бір қату керек, 15 минуттай. Бана финикиге қатқанша бізді бана ақ шоколадымызды салфанға салып, бетін түйіп, ішетін қайнап тұрған ыссы суға салып қоямыз. Мына банаға ақ шоколадымыз әбден еру керек. Ал финикіміз дайын болып қатты, енді бетіне ақ шоколадты дайындап әсемдейміз. Осылай бәрін әсемдеп үстіне сызып шығамыз. Осылай бәріне бетіп әсемдеп үстіне сүйіп шығамыз. Екінші бөлігіне молочный шоколадты ертіп сүйіп шығамыз. Сосын барып қатырамыз. Қатырғаннан кейін осылай ішін екіге бөліп қарағанда күшті болып көрініп тұрып дайын болады. Осылай үй жағдайында осындай әрі оңай, әрі тез, әрі тойымды, дәмді финики шоколады дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.